Elhamdülillah, Allah'a şeksiz şükürlük aytamiz. Allah'ın kudreti şeksiz. Tura mıramır tas, üngür. Yine biz kırdık. Qo'ng'irauliga 9-ma'mur günü Allah'ın razılığıyla ziyaret kılıp kele жатырмыз Qo'ng'iraulining basına. Aslında tömenge түсіп, üngürдің içinde қасиетті, Allah'ın қасиетіменен su var deydi. Aranızlar. Mıramır tas, üngür. Mermer taslar. Belki ayakta bayqab жүрміз. Мен де мына сол аяғым. Бұны кейін ойып істеген ба, жоқ мына кеңіткен ба? Осылай болған ба? Өзі болған, Алланың құдіретінен көрдіңіздер ме? Алланың кереметі. Өзі осындай таудың ішінде мырамыр. Сыртта жаңа көрдік қой, ақ-ақ болып тұрған тау. Соның астына кіріп жатырмыз. Qo'ng'iraulining қасиеті, Алланың құдіреті мен қасиеті қандай керемет. Qo'ng'irauli o'sha yerda ziyorati жатыр екен. Maşallah. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sürüyor. Keremettir. Hani keremet. Allah'ın kudreti, Allah'ın keremeti. Allah uluq. Elhamdülillah. Allah'a şeksiz şükürlük olsun görüp bizge osunday bugün nasip etkenine. Allah'ın uluqtaymiz. Allah'ın madak tutamiz. Yalnız Allah'a kuşuluk etemiz. Yalnız Allah'dan korkamız. Yalnız Allah'dan rahmet etemiz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şafaat dileymiz. Qanday keremet. Mana mıramır tas, üngür. Mermer. İyi, mıramır. Keremet. Evet. Yedim aslında köl var ekan. O süngürün içinde. Allah'dan şifa dilep, şifa berişi жалғыз Allah. Бірінші, Құран оқуға иқтиярым. Şifa menen. Қыздар шешімде жатыңыздар, Құран оқуға. Allah'ın uluqtap birinci Kur'an оқып жүрейік. Siz істеп тұрасыз. Бірінші Құран оқып жүрсің. Kur'an оқылайық. Сендер соның ішінде отырып да шымылдық ішінде. Çok kötü. Allah'ın kudretmeni. Allah'ın uluqtayımız. Allah şeksiz. Kudretli. Maşallah. Mene mınандай. Osunca mıramır tastın içinde, taudың içinde. Osunda üngür Allah'ın kudretinde. Kudreti şeksiz. Endi Allah şifa berişi de Allah. Mına kölge düşsеңіз, şifa tilep bарлық ауырымызға ем дейді. Жүрген деркеліп күн дейді. Жаңа сыртта көріп тұрмыз. Шетелінде мәшинелер келіп жатыр. Келді жаңа. Алтын бастығы оны келеді. Allah'ın kudreti, keremeті. Qo'ng'iraulinin көліне түсіп шықтық. Мына үңгірді айтсаңшы, мырамыр тастан үңгір. Üstüne çıksan appak mıramır, işte mıramır. Osunda 3 köl var deydi mı çıktı. Ağmeşit'in pişeresi var olsun, Ağmeşit'ti. Ya Ağmeşit'in bir su yok bırak.
Машаттан тамшы не дейді жылауық әулие бар. Тамшылап тұрады. Машат түлкі бастады. Су тамшылап тұрады. Иә, мұздай да кәресін жаңағыдай үстінен тамшылап тұрады. Кейін шығасың, кеуіп қаласың. Бір рахат. Тура мұра. Россияға? Ол кім істеген оның үстінде? Табиғи болған ба? Шипасын берсін, е. Иә, шипасын берсін. Біздің отырмақшы. Осы жерде ма? Адам көп бола ма? Ішінде қысын жазда осы температура. Келгенімізге арзыды. Алланың құдіреті ғой бұл. Алланың құдіретін әулиені зиярат етіп келдік. Алланы ұлықтадық. Бізде ештеңе жоқ. Бақытжан бажам білмеймін кейде осындайды шірікке келтіруде қой дейміз. Енді өзбек ағайындар еді, әр кәлләде бір қиялды. Біз Алланы ұлықтап келдік. Кереметін көруіміз керек. Пендеміз ғой. Алхамдулилlah. Тастарды қарасаңыз, кәдімгі мрамор. Қолдан ойғандай Алланың құдіреті. Тастардың үстімен бұл. Мынаны істеген өте керемет болған екен, е? Республикасы неге кірді ғой енді? Иә. Туристік неге, е? Мемлекеттік қорғау қалды ғой. Солай қорғады онда кісілер. Алхамдулилlah, Аллаға шексіз шүкіршілік айтамыз. Алланың құдіреті шексіз. Міне мына мрамор ақ тау. Тастың астында Қоңыр әулиенің жаңа көрген көлі бассейні дейміз бе, жаңа суға түскен шипа Алладан, сол шипа берсін деп зиярат қып қайтып жатырмыз. Мынандай тастың астында үлкен үңгір. Алхамдулилlah, Аллаға шексіз шүкіршілік. Екі әйелден туған тұңғыш балалары Ақылбай және Тұрағұл. Нашындағы Құнанбай қажының тақиясы, Құнанбай атамыз қажылыққа барғанда 1874-76 жылдары сол жақта қазақтар осы қажылыққа келген кезде тұрып қонатын үйлері болсын деп 100 кісілік тақия деп аталатын қонақ үй салдыртады. Сол жақтан арнайы тіккізіп киіп келген тақиясы. Бұл себебі де Құнанбай қажынікі таза күмістен, терісі таза болған. Нашында ертоқым Әйгерім анамыздың ертоқымы. Абай атамыз Әйгерімнен алған кезде осы ертоқымды сыйға тартқан. Әр тасы күміселген, бірнеше аттың құнын берген өте құнды дүние. Бұнда терісі таза болғары өте ауыр, қазіргі аттар болындай бұны көтере алмайды деген болжам бар. Жұмыс етпейсің. Абай Құнанбайдың жұмыс бөлмесі, Абай Құнанбайдың көптеген шығармашылығы, 45 қара сөздің 27-сі аудармалары осы бөлмеде жазылған екен. Мына жақта тұрған Шарайнасы өзінің жұмсақ диванның матасы. Абайдың 75 жылдық мерейтойында жаңартылған матасы ғана. Ілулі тұрған сағаты, кітап қоятын сөресі, бұндағы Абай атамыздың сүйікті кітаптары тұр. Абай Құнанбай 5 тілде жетік меңгерген, араб, парсы, түрік, өзбек, орыс тілдерін. Жұмыс жасаған стол орындығы, қаламсауыт, есеп шоты, мағауия жазған араб тілдегі хатының көшірмесі 1896 жылы. Құран кітабы тұр. 30-дық майшам, бұл сол кездегі
қазақтар қол жеткен дүниелері. Осы жалғыз ғана майшам түп нұсқа қалған. Ілулі тұрған майшамдар осы түп нұсқа оригинал майшамын қарап, гипстен жасап, токпен тартып ілінген. Енді Абай Құнанбайұлы 3 әйелмен бірге бұл үйде тұрған жоқ. Бірінші әйел Ділдә Аралтөбе деген жерде тұрған, осы жерден 60 шақырым жерде орналасқан. Екінші әйел Әйгерім одан 60 шақырым жерде орналасқан, Ақшоқы деген жерде тұрған. Үшінші әйел Еркежанмен ғана өмірін соңғы 10 жыл тұрған, осы Қарашаңырақта. Мына тұрған 3 шекті домбыра Абай атамыз шәкірт Әлмағамбеттің домбырасы. Қасқыр арлан терісі Абай атамыз аңшылықпен де айналысқан және контрамарка. Бұл төсек Абай атамыздың бәйбішесі Ділдәнің жасауымен келген төсегі. Енді Ділдә анамыз Қазыбек бидің ұрпағы, Алшынбай бидің немересі, текті бай жердің ұрпағы болғандықтан, бұл төсектің бетінде алтын және бағалы тастармен безендірілген болған. Аласапыран қиын уақыт болған кезде олар қолды болып, ұрланып, тоналып, жай тастармен безендіріліп өңделген. Бұның да шегелері таза күмістен жасалған. Өзінікі, бірінші құран кітабы. Көріп ол? Негізі болмайды? Арапша ма екен? Көрмесі оқымайды. Жоқ, сұман дезін Айнаға қарап алыңыздар, айнаға. Құндыз, Абай атаның қараған, үшінші әйелі Еркежан қараған айнасына қараңыздар. Құран кітабы мұны. Allah razı olsun. Abay Ata'nın birinci kitabı. Video түсіріп Şam'дағы. Біздің бажа Қажекең Бақытжан деген бажамыз. Құндыз деген келші кетіп барады. Что-то натуральный, домбырасы. Çok güzel şkaf. Bunlar bırak. Ne bunların da? Экспонатты қолмен салмайды. Фото, видеоға экскурсиядан келді. Қош келдіңіздер. Бұл жердің атауы Чидебай. Чидебай малға жайлы болғандықтан Абай атамыздың әкесі Құнанбай атамыз осы жерде мекен еткен. 1840 жылға қарай Құнанбай атамыз қартайып, қажылыққа беттіріп, Ақшоқы деген жерге көшеді. Ал осы Қарашаңырақты өзінің кенже баласы Оспанға береді. Алайда Оспан ертерек 39 жасында қайтыс болып, артында 3 әйелі қалады. Қазақ ежелгі салт-дәстүрі әмеңгерлік бойынша бәйбішесі Еркежанды Абай атамыз алады. Абай атамыз бен Еркежанның өмірінің соңғы 10 жылдығын осы Қарашаңырақта өткізді. 1895 жылы Абай атамыз осы жерден 30 әлді жігітті жалдап, үй жобасы бойынша осы үйді салғызады. Кейін аласапыран қиын уақыт болған кезде бұл үй бұзылады. Ал Абайдың 25 жылдық мерейтойында бұл үй жобасы бойынша қайта қалпына келтіріліп, еш өзгертілместей салынады. Яғни фундаменті, биіктігі, тақтайы, үш бөлмесі таспен қаланып, терезелер доғалданып, еш өзгертілместей салынады. Абай атамыз бұл тобықтың ішінде қызбай. Бұл бірінші бөлмеміз ас бөлмесі деп аталады. Абай атамыз отбасымен оңашада қалған кезде осы дастархан басында ас ішіп шай ішкенін ұнатқан. Мына жерде тостағандары қымыз сереме, қымыз ожау арқардың құлжа деген мүйізінен жасалған. Оң жаққа қаратамыз кебеже, кебежаяқ, асадал. Бұның барлығы қазақтың ежелгі қолөнері ағаш пен сүйектен жасалған. Бетіндегі оюлары жылқының жұқа жақ пен жауырын сүйегінен жасалған. Бастан алып кебеже. Бұл қазақ тілімен айтқанда көпірде гарнитур. Мына жақта ет табаққа мүшелеп ет алып келген. Құртез еттің табақ. Құртез табақ қымыз шұбат қойып сапырып қоятын ожау. Мына жақта 19 ғасырда пайдаланылған самаурындары. Аға, шынышқаға тұрсаңыз. Күміс және жез самаурындар арнайы Тула қаласында жасалған 19 ғасырда пайдаланған өзін самаурындары. Мына тұрған Абай атамыз жез самаурынмен шай ішкенді ұнатқан, алалыстан келген достарына күміс самаурынмен шай құйғызған. Ал ең үлкен самаурын сыйымдығы 40 литр, Абайдың 25 жылдық мерейтойында осы мұражайға сыйға тартылған. Абай еңбек сарқыш жұмысшылардың атынан. Мына тұрған түс киіз Абай атамыздың бәйбішесі Ділдә анамыздың жасауымен келген түс киізі, сол кезде қыз-келіншектердің қолөнері. Ортасында
istedik koy. Bala gezimizde. Bala gezimizde. Amıltıklarısın. Tütünün üstüne götürüyor. Qo'shqo'shg'on nemesi qo'shg'ala bölmesi deb ataladi, eng saqlagan bölmesi. To'rt baqqan, adal baqqan deb ataladi. Сол кезде kelgan qo'noqlarning ko'pligini kuniga 4-5 sira qaramas yo'q, o'sha baqqanlarga ilgib, siymaganni ko'rgan sirg'al qo'yib o'sida ilgib. Жаңағы соған малды мүшеленген ет, қазы қартасы, қысын аяздығында сүт кетпес үшін оларды тұздап, осы бақанға іліп, төбемен есікті киізбен бір күнге тұмшалап жауып, тобылғының түтінін салып, осы бөлмеде ыстап сақтаған, ысталған ет сүрленіп өте дәмді шыққан екен. Бұл бөлмеде бір ғана өзгеріс ол төбесі Немере. болған. Керек уақытта ашылып керек емес уақытында жабылған, мұражай болғандықтан оны шынымен жауып қойған. Қабырғалар таспен қаланған, қысы жазы бір температураны осылай салқындықты сақтап тұрған. Мына қара қазанның астына да қызыл тобылғы деп аталған ағаштан от тобылғының түтінін еттеп сіңіртіп, балық сап пісірген кезде де оның түтіні жаңағы ілініп тұрған еттерге сіңіріп, одан әрі тәттірек түскен екен. Енді мына жерде көріп тұрғандарыңыз 19 ғасырда пайдаланған дүниелер, үш аяқты жетіміз шаргым, жезлеген, жез құман, келген қонақтарға сый құрмет көрсетіп, орындарынан тұрғызбай қолдарын жуғызған. Іліп тұрған шелек, Италия, қасқыр қақпан, ожалы, қолшалғы, қолшоқпар, диірмен, үзеңгі. Ана шоқпар ғой деймін? Иә. Мынаусы не мынау? Ол тұғыр, қондырған. Сен айналып мен Нәтижелген қазірдағы майды сүрленген еттерді сақтаған. Нағай Құнанбайдың 10 баласы болған картина. Бірінші әйел Ділдәдан 6 баласы, екінші әйел Әйгерімнен 4 баласы, үшінші әйел Еркежаннан бала болмаған, сондықтан Ақылбайдан туған немересі Пәкизат пен Әбубәкірді балаларына басып, тәрбиелеуіне алып, асырап алған. 19 немере, 13 шөбересі, бір немене бір шөпшек Қазіреттанда 5-ші алып жұрмағылар, Айдар Данияр деген 77-ші жылғылар. Ол екі кісіде де екі қыздар, ол жоқ, сонымен тоқтап тұр. Мыналарда сол кездің несі ме? Сол кездікі деп айтып. Қазір ол жоқ па сол немерелерінде? Ол жоқ тоқтап тұр. Екі немереден бір кімді, екі немереден жоқ. Ақылбайдан. Мылтықтар. Аяғын тірейтін қарсы. Асбайды фотоға Енді сіз бір неге, мынау ары жақтан Абай атамыз осы қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалақта сүйіп жақсы көріп ойнаған. Білмеген шәкірттеріне, білмеген адамдарға үйретіп, өзара жарыс ұйымдастырып, сый сияпатын беріп дайындап отырған. Натыран Абай атамыз екінші әйелі Әйгерімнің түркімен келген жасауы, Иран парсы түкті қалың шашақты кілемі. Бұл да ешқандай жөндеуден өтпеген сол қалпын әлі күнге дейін сақтап тұр. Әйгерімнің шын есімі Шүкіман болған. Оған Абай Құнанбайұлымен досы Ербол екеуі Әйгерімнің сұлулығына, әдемілігіне тамсанып, айдай керім екенсің деп Әйгерім деп атап кеткен. Бұл Қылғобыз Абай атамыз ауылдасы, Құнанбай атамыз замандасы болған Шақар болысының баласы Саты бақсының Қылғобызы. Ол кезде бақсы балгерлердің қобыздарын бірге қойып, басқа зиратқа қоспай бөлек жерленген. Сол кезде осы Қылғобызды Абай атамыз сұрап алып, өзінің орыс досы Долгопов арқылы Семей қаласындағы өлкетанның мұражайына апарып өткізген. Кейін осы мұражайға қойылған. Моласындай бақсын жалғыз қалдым тапшырым деп Абай атамыз үйретеді. Осының несімен. Отырған соғыстың контрамарка пеші бірнеше күн бойы жылуын өз бойында сақтаған. Ол да қазір экспонат музей жәдігер ретінде. Сол майшанға, түпмісті майшанға жасалған болар. Ошақта жатқанбыз. Көшеде бірінші сағат пен екі сағат жатып ұйықтап алғанбыз, оны асқатпаймыз.
Өгізді сән. Бұл үлкен қонақ бөлмесі. Кіші қонақ бөлмесіне сыймағандарды осы үлкен қонақ бөлмесінде осы дастархан басында күткен. Мына жақта жезлеген, қаз мойынды құман тұр. Бұл жезлегенде абай атамыз 40-на шығанша суға түсірген. Анасы Олжанның жеке меншік мүлкі. Әжесі Зере екеуі, Абай Құнанбайұлының Тәкежанды және де басқа да немерелерін 40-на шығаранша суға түсірген. Мына жақта тұрамыз голланд пеші, байқасаңыздар, әр бөлмеде жеке-жеке пештер салынған. Ілулі тұрған 3 ауызды мылтық 1890 жылы Батыс Сібір генерал-губернатор барон Таубен Абай атамызға берген сыйлығы. Ол кезде мылтықты сыйға беру өте үлкен мәртебе болған. Қабырғада ілулі тұрған 3 сурет Абай атамыздың бәйбішесі, ділдадан туған 3 баласы. Ақылбай, ортасындағысы, сол жақтағы Әбдірахман, ол жақтарыңызда Мағауия. Әбдірахманды Әбіш деп еркелеткен, ең үлкен үміт күткен баласы осы Әбдірахман болған. Ол басында Ресейде оқиды, кейін Алматы қаласындағы әскери училищеде оқиды. Сол жақта жүрген кезінде 27 жасында құрт ауруынан қайтыс болады. Қыстың күні қайтыс болғандықтан оны сол Алматыға жерлеп, басына аманат деп жазып кетеді. Күн жылынып қар ергеннен кейін ат-арбаға 3 атты жетіп, Құнанбай атамыз жатқан жері Ақшоқыға келіп қояды. Арабрахман өмірбаяндары, 45 қара сөзінің үзінділері 27 сөз Шегебайда жазған. Нашында Абайдың тұмар домбырасы, күмістелген қалта сағаты, протезі, Абайдың көз тұрысында күнделікті жанынан тастамай қолданған заттары, мүйіз шақшасы, себебі Абай Құнанбайұлы бұл ретке қарап Абай атамыздың қандай ірі теңдегі тоқ кісі болған байқауға болады. 1909 шыққан ең бірінші өлеңдер жинақ кітабы Абай Құнанбайұлы 1904 жылы таудың бәрі Шыңғыстау деп аталады. Осы Шыңғыстаудағы Балашақпақ деген жайлауда қайтыс болған, осы жерден 60 шақырым жерде орналасқан. Жаздың күні қайтыс болады. Енді сол кезде күннің ыстығынан, көліктің жоқтығынан мәйітті осы жерге ата-бабамен 3 күн жүріп алып келеді. Түнде ғана жүріп отырған екен. Негізі Құнанбайдың әулеті барлығы Ақшоқы деген жерге жерленген. Сол жерге апармақшы болады. Ақсақалдар ақылдаса келе осы жерге келген кезде мәйітті ары қарай қинамай осы жерде інісі Оспан жатыр деп, Оспанның қасына жерлеудің себебі осы. Енді бір бөлме алып Ал 8 мамыр күні 2023 жылы Алланың қалауыменен Абай атамыздың жанына Құран оқып, зиярат қылып кеп қалдық. Алла разы болсын. Мына бір комнатада селхоз институттың энергия факультетінде оқыған жігіттер. Бәкең, Өбекең, Қайекең. Ау, бер қара. Күймесі дей ме бұны? Абайдың арамасы, міне сен. Мынау Абайдың үйінің несіне мына шығып баратыр. Омар деген немере. Солар. Бөлмеге барады. Шыға бермейді, еттің. Бәрекелді. Шығып күтіп алатын еді ғой, көрсететін еді ғой, сандығы, нелер. Ішінде жоқ па? Жоқ. Жабық тұр кім? Жабық тұр. Телефон қызбандай дегеніміз. 10 мамыр күні Сапарғали Бегали мектебінде қыдырып жүрміз. Бәрекелді. Міне Құндыз Сенбековна оқыған мектептері. Бұлар не екен? Қызық. Жаңа музейді көреміз, сосын класстарын көреміз, Мақпаловпен. Соны қайтамыз. Асықпай енді қуанышты бөліссеңіз көбейеді дейді, енді жақсыны бөлісейік, Алла разы болсын. Қайнар селосындағы Сапарғали мектебі, Сапарғали Бегалиннің атындағы мектеп. Мақпал әпкеменен Қуаныштың оқыған, отырған парталарын көріп жүрміз. Мектептің мұражайы дейді. Биылғы жылы 100 жылдық кездесу болған, мектептің құралғанына 100 жыл болған, Міне Сапарғали Бегалиннің суреті тұр.
Мына кісілер кімдер екен? Міне художник, Қайнардың суретін күшті қылып салыпты, қараң. О, мектеп тұр. Мен де мектепте салған суреттерін тұр. Сапарғали Бегалин? Осының атында. Осы ауылдың адамы ғой. Алғаш мектеп нелер шап. Бәрекелді. Кешеде шыққан жерден отырмыз ба? Иә, ана әдемі қылып салыпты. Ал. Биылғы жылы былтырғы жылы 100 жылдығы болған мектептің Сапарғали Бегалиннің атында. Бәрекелді. Мына құндызды жіберіп едім, денсаулыққа байланысты келе алмады осы неге, 100 жылдыққа. Енді әкеліп келіп. Құндыздың жолдасы. Дүйсебай жұлдыздың, құндыздың Дүйсен дейміз. Бәрекелді, машалла. Осы мектептің ұстазы аты жөніңізді айтып жүріңіз. Тойбай Совет қызы. Бәрекелді. Міне бізге аралатып көрсетіп келе жатыр. Алла разы болсын. Сапарғали Бегалиннің атында осы кісі, осы Қайнардан шыққан адамдар. Енді біз мақтаныш тұтамыз. Небір Алаштың үлкен азаматтары шыққан ел бұл Сапарғали Бегалинде. Біздің екі ағамыздың да суреті бол керек. Әбдірахманов ғалым. Мына жақта дейді. Құндыз мына жақта дейді ағамдар. Осында 100 жылдықта жасаған Бәрекелді. Иншалла. Иншалла. Алла разы болсын. Негізі 90 жылдықта жабдықталды бұл музей. Одан 100 жылдықта үстіне қосылды. Қосылды. Жиналды, иә? Қосымша мәліметтер. Осы елден шыққан азаматтардың суреттері, осы мектепті бітірген кісілер. Алланың разында болайық. Енді бірінші Аллаға шексіз шүкір айтамыз, екінші мына Мейіржан ағамыз, Қарлығаш әпкеміз. Осы кісілердің үйінде қонақта болып, 3 күн бойы бүгін мектепте. Бәрекелді. Бәрекелді. Енді Мейіржан ағамды сурет тұрмын, осы мектеп директоры. Бәжеке, Бақытжан. Мына Мейіржан ағамыздың да суреті тұр мына жерде. Мына кімнің? Оны шақырып өтті. Қай жерде деп, ана кімнен сұраса? Айымгүлді көріп кетейін деп. Қуатай жабағы үйіш. Мынау Абдыкарим Бегеш ағаның баласы бұлдар бір фирманың несін директор қызмет атқарады. Мынау Фархат менің ұлым, Ерланның ұлы. Мықты режиссер қазірде Қазақстанда аты шығып жатыр. Мына Айдың қарсаңдарында мықты демеушіміз бізге. Қандай болсын, асфальт десе асфальт төсеп береді. Мықты демеушіміз. Бәрекелді. Опера балеттен ашты, Шымкент істер, мақтаныштар. Айгүл. Иә, Шымкентте бұл кісі. Қазақ күресінің әлем чемпионымыз мектепте. Мына Москва қаласында көмір бас директор Мұханғали. Қатырағаның немересі. Мына Қайрат Бабықағұлды да Атырау Ақтау жақта мықты әкім болып істеді, жақсы көп қызметте жүр. Самбо Федеров президенті. Батыр болам деген мынау спонсорствомен айналысады, мына Ернұр Сәмкен ағаның. Иә, өзі бізге де бірталай кітаптар беріп кетті, әлі де байлар жасаймыз. Мына Қабылқап кабинет спорт зал ашып берді бізге, үлкен демеушілікпен 4 миллион, 3 миллион бар. Балалар дзюдо күреспен айналысады, кимоносымен, жабдығымен бар. Осында дом культуралының астында бір кабинет. Министерствода істейтін жаңағы естіген мұғалімнің қызы. Алтынбек мұғалімнің ұлы президенттің күзет бөлімінің бастығы. Мына баладан Әлшер Нұртас Әлшер ағаның баласы.
Қолда Allah razı olsun. Tanıştырып жатқан. Қолда орталығы директоры. Осы мектептің директоры. Апай. Мынау міне Айгүл мұғалімнің баласы. Жандос каратэден қарабелдік иегері. Бұл әпкенің өзіне қара белдік алар еді Алматыға жүре бергенде. Мен коридорда құнсызға тығылып баратынмын, тығылып қайтатынмын қызбен жеткенде. Келешілік кетіп қалды кісі. Бая-бая. Біз барысызаты біле береміз. Көптерімізді мақтаныш балалар кішкене болсын, әсер алсын. Жүріңіздер жаңа нені көрейік. Актив залда көрейік, сонымен аналар күтіп қалды деймін. Бәкен сыртта. Сені Қапкен Шайматындағы жүзе бар, 100 мың теңге жылда. Асқабек Қапкен оның ұйымдастырып ең үздіктілік жоғары ентідан жоғары балаған балар ала 100 мың теңге. Мынау 13 жыл бел 23 жыл келді уже. Ал енді биыл Жакиш Болат ағаның балалары бізге 200 мың теңге мықты физика саласы бойынша жақсы оқып бітірген балаға деп бір жүлде тағайындады. Искаков Мұқажан ағаның балалары бастауыш сыныптың оқушыларына тағайындады 100 мың теңге. Сондай жақсы егістер де бар мектебімізде. Балаларда білім алса болды, сабақ оқыса болды, жақсы мүмкіндіктердің бәрін қарастырып қойды. Allah razı olsun. Баланың соның қадірін білсе оқушыларымыз. Мұндай мектеп қалада жоқ екен. Осы жылы мен 17 мектептен курста оқып келдім, ескі мектептер. Андай интерактив панель деген бізде 10 шақты тұр, е? Ондай жоқ мысалы. Рахмет. Алып кіреміз? Алып кіреміз шумпаны? Ішінде не жоқ? Yani мектеп... Информатика кабинеті. Сол классына келіп отыр ғой. Құндыздың классына түстік жаңа. Ол сабақ болып отыр екен. Шыққандар парта болды. Үштен отырды. Апаларым. Maşallah. Көбінесе сабақ кетіп қалады. Video түсіріп Video түсіріп Мен ағам болатқан, ол 8-ден кетіп қалды ғой училищеге. Абайдағы училище болды ғой ол кезде. 8-ден кетті. Әпкенде бар. Olmasa половинаңыз жартыңыз осы жерде отырып ғой, жанында отырмасаңыз. Жақында тұрайық қазір. Енді суретке түсіремін қазір. Айта беріңіз, айта беріңіз. Қазір класс оқымайды, ол келіп. Қазақ әдебиет кабинеті проекторын алып кетіп осы жыл қарсы көрсетіп істеп тұр екен. Просто кабельден ғой деймін дейді. Менің кабинетім. Жақсы. Ана кісілер біздің мұғалімдеріміз осы сабақ берген бізге қамтыр мұғалімдер. Балаларға қаншама кітаптар сыйлап отыр екен балалар. Қаншама жақсы кітаптар сыйлады балаларға. Естінаның яқшысынан апайлар. Мына партаның барлығын былтыр алдық жаңада. Әрекелді. Парта, орындық, материал. Бірақ енді әлсіздеу, темірден әлсіз екен, жаңалар. Стартқа келіп, күнің кіремейді. 10 класстың балалары. 10 класстар бәрекелді. Жалюздері, полностью ремонтын оливкасы істетті ғой түгел. Осы ғатырмайын балалар істеп берді. Оның бәріне қаншама ақша кетті. Мына линолеум жайылды. Бұл негізі созып тұрған басты ғой. Көп көріп қаншама. Бәксінің қадыр мұғалімі келді болады. Бұл кісінің жақсы Қарлыға Шапкенің сіңлісі. Осы кісілер демеушілер. Құдай берген, алда берген, ғалым, Құдай берген, ғалым ағам өте жан жолдас еді. Жақсы білеміз, үйде болған Құдай берген, жақсы. Жақсы балдар, оқы және оқы, кім айтқан? Алла тағаланың сөзі Құран кәрімде оқы деп 3 рет айтылады. Ыбырай Алтынсарин кел балалар оқылық бір Аллаға сиініп дейді. Алла разы болсын. Құндыздардың баласы екен.
Бәрекелді. Математикаға. Бәрекелді. Abi. Несінде? Видео түсіріп. Бәрекелді. Со партияда отырдың ба? Ой, бәрекелді. Құттықтап қояйын. Мына Құндыз Сәрсенбекованың отырған партасы апаларының немерелерге жүрдің ғой. Бәрекелді. Жақсы оқитындар арқада отыратын еді, біздің заманымызда сондай еді. Нашар оқитын бұзықтарды алға отырғызып қоятын еді. Апаларымыз отлично оқыған екен, ең соңғы партада отыр. Бәрекелді. Біздің мектепте мына биыл алдық 5 интерактивті панельді интернетпен Бәрекелді, міне. Сенсорлай. Бәрекелді. Мүмкіндік осы классқа өйткені мына Маратаға жабдықтауға көмектесіп демеуші жасаған осы Алтынбек Майлы ұрпақтармен бірге. Марат ағамыз демеушілігімен осы жыл 100 жылдықтың бәрін осы кісінің қолдауымен өткіздік қой. Қаншама ремонтқа ақша алып берді бізге әкімдердің бюджетіне. Осы кісінің еңбегі өте зор болды. Сондықтан осы кісінің кабинеті үлес қосқандық мына проектордың біреуін осы жерге интерактив панел жүрсе ғой. Осы жерге, бәрекелді. Алла разы болсын осындай демеушіліктеріңіз. Марат аға. Әлі де хабарласып тұрамыз, сол кісінің ықпалы өте көп. Демеушілердің көмегіне ғой, кабинетте жабдық па. Өр демеушілер. Ана ұстаздардың ұрпақтары. Онсыз болмайды ғой, қазір бюджет деген бұрынғы не уақыт емес. Бәрі жерде демеушілік. Бұрын бар ғой, мысалы үшін кабинеттің атын бергізбейтін. Осыдан 5-6 жыл бұрын бізге мына Алтынбек Майлин портретынан жегілмеңдер деген сыртқа ілгізбейтін. Биыл ерекшелік. Жаңа туған елге тағзым деген әрбір ұрпақтары фамилиясы. Мысалы үшін Алтынбек Майлиннің класы. Ат беріп ұжына жегеліп қойдық. Уже оған рұқсат қазір. Сондай рұқсат берді министерство. Сондықтан қазір түгел кабинеттер ана бұрынғы ұлағат. 20 жылдық кездесу, 30 жылдық кездесуге келген балалар өздері. Өздері салады. Мен не берейін? Мына Төке ағамыз, Мейіржан ағамыз, Қарлығаш әпке, Гүлсім әпке, біздің Қайнардың қызы Құндыз Сәрсенбековна дастарға дайындап отыр бұл кісілер. Бәрекелді. Алла разы болсын, қонақтық күткен сіздердей болсын. Бәріңізге жұғысты болсын, жақсы тілектің бәрі. Әмин. Бүгін 10 мамыр күні Алланың қалауыменен Қайнар тауының етегінде бұлақтың басында. Кеше мына Қобылан тауында болғанбыз. Міне. Мейіржан ағаның курстастары бір комнатада жатқан. Қайып. Қазір ма? Бәрекелді. Кеше Бақытжан айтқан бүйтіп күтіп отырған жаңа ел кетті де бақытты көрді. Точно көрдіңіз ба? Айтасың. Ел көрді дейді. Мен көрдім, машина тоқтадыңыз, ана жерден бірден қашты, не екенін білмей қалдым. Бәрекелді. Қандай керемет. Мына бұлақтың басы. Енді біз Сарқырамаға келеміз, бағана Айымкүл апай. Сарқырама обязательно көріңдер деп жіберген еді. Бұлақтың басына келдік. Бәрекелді. Ән жерден стакан алып келіп, мен қолыма айылаған ем. Бұлақтың суынан ішіп алайық. Алматыдан келген міне Октябрь өкіңменен Раушан Тобылғы дейтін. Иә. Қамшының сабы мықты болады осыдан, Тобылғыдан. Міне Бақыт әпкеміз. Қарамурзина Бақыт әпке. Бәрекелді. Алланың қалауыменен бүгін осы Қойнауында, Қайнар тауының ішінде жүрміз. Бір бұлақтың басына келдік жетіп. Қандай керемет Алланың кереметтері. Кеше Бәрекелді. Сол тастың бер жанында сен тұрсың, сен түсірейді. Аты өшіп кетеді. Бәрекелді. Мына Құндыз Сәрсенбекова еліне келіп, Аллаға шүкір. Төркіндеп жүр. Жана менің ай шолақ екен, қарағым ай, қиылып үзіліп қарадым ай.
қосады екен, бұл тағдыр сені кімге ай қосады екен. Қарағым ай, қиылып үзіліп қарағым ай, қараған қандай сұлу деген күндерімді санап жүрмін. Айтпай-ақ отырсың ау бәрі бірдей. Мен сені жүрегіммен, мен сені жүрегіммен балап жүрмін. Ай, мен сені жүрегіммен, мен сені жүрегіммен қалап жүрмін. Ой, бәрекелді. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Жұп болсын, қол шапақта жүріңіздер. Қандай? Попури деп қойды, айтарын жарған жібере беріңіз. Попури деген бұл басқа өлімдер. Иә. Жүрегім жүрегіңмен, жүрегім жүрегіңмен егізеді. Жүрегім өзің жайлы көп ойлаймын. Шырамды күнмен түн ойланып, келемде айтайын деп қаншамасы. Аллаға шексіз шүкіршілік айтамыз. Алла қолдауыменен Қайнар таудың қойнауында Мейіржан ағаменен Қарлығаш апаның шаңырағында отырмыз. Қайнар тауы сарқырама. Қаладау құлғырмына, қаладау құлғырмына тіл байланып, мен сені бақытыма балап жүрмін. Ой, бәрекелді. Сүйемін сәуле көктем бер, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Көңілімде бар сүйгенім, сенсің сәулем сүйгенім. Көптен көткен жарым мен. Ана кім насылы Раушаны. Өйдек жүк болсын. Ана, кішкентай кезінде білем ғой, 5-6 жасында. Мас болып көреді осы өлеңді айтады ғой. Сүйген мені қалада деп. Менің әкем де соны айтады. 4-5 жасымызда мас болып келген кезде. Есімде қалған өлеңдер ол бұрынғы, мысалы 600 жыл бұрынғы. Сүйген мені қалада деп қояды. Өкей, дұрыс айтасың. Сонда менің шешем әкем айтады, не шатып отырмын ол деп. Сен бәрекелді. Отырам. Қалбай қуыс деп асылады. Қалбай қуысы? Иә. Мына Абырал не тауы? Қайдар тауы? Мынау Абырал тауы. Соның жалғасы. Бәрекелді. Мына жағып жатқан бұлақ суымыз. Қысы жазы қатпай, бірақ қыста қар басып болады енді. Қар қалың болады? Қар қалың болады. Бәрекелді. Bir шетімен бір шеті көрінбейді. Әппақ болады. Сондықтан біздің ауылға қош келдіңдер. Машалла. Суға беттерін жусаңдар 5 жасқа жасарасыңдар. 10 жаста өлік айтпай қойып 5 жас арасында. Қымыздың ішсіңдер организмден мер тазалады. Иә. Суынан ішсек қандай болды мәке? Іштік қой жаңа. Бәрекелді. Енді ол шипалы су. Шипалы су, иә. Суын ішсеңіз мүмкін армандаған арманыңыз 60 бай, 70 байлар болуы. Ой, бәрекелді. Міне, сол. Құда қаласа. Құда қаласа. Қайнарбай қоямын ба? Күніміз жасылынып. Ұялып сіздерден тұқылыпты. Оны кеше Қарлығаш әпке байқап қалдық. Құндыз екеуміз кеше ана неге баратқанда, қоңыр әулие кетіп жатқанда арқада екеуміз отырып қаппыз ғой. Мәкең мәшесінде екеуміз, Құндыз екеуміз. Бірақ та айнадан бір-екі рет Мәкең байқап қалды. Көзі сәл-сәл жылт етті. Сөйтті, дүйсен дейді. Бағана тауда жүргенде байқадың ба?
Мақпал менен кімнің Бақытжанның көздері біріне бір тиісіп тұрады. Екеуі күшті болды ғой, екеуі қалғанында бір мән бар ғой, дейді. Махаббат қосылған. Сол айтпақшы, кейін бүйтіп қарасам, менде де сондай мына қымыздан ба, құндыз үйлі жанымда отқаннан кейін бе, денесі ыстық кездесті. Сезім пайда болды. Сезім болды. Мына сіз айтқандай періштемін деп сондай жүрсің, 60-70 бай болып. Ол сөзде. Ал енді мен бажеке, қайып бажам. Екеуіңіз төрде қатар отырғызсыр. Екеуіңізге бірдей сөз өкең екеуіңіз. Мына дастарханда мынау бірге тумақ бар да, бірге жүрмек жоқ дейді. Міне бір курс жаңа Бәкең енді келіп қалды, соның орнын ұстайын деп тұрмын енді. Бақытжан екеуміз ұстайын. 3 күннен бері Тамадалық. Сол сөйлеп, маған сөз бермей, мен де сөйлейін десем, қысылып отырым, өзім алып олайын. жақсы болды. Тамада болайын, тамада деген қан дейді. Мына Мейіржан, Мәкеңнің курстас бір комнатада жатқан төртеуі, енді Бақытжан уважительный кетті ғой. Қайып, Октябрь, Мәкеңе жақсылап, шаңырағына, дастарханына, мына қызмет жасап жатқан Төкеңе, Гүлсін әпкемізге тілектерін айтып өтсін деп мына видео жазып жатыр жақсылап. Ертең жаңа айтып жатқаным Не болды? Әшейінде ауыз жаппай бақытсыз біз күйеміз болмайды, бата берді деп қойды. Өзің бетімізде қайнап шығып жатқан Бақытжанда ғой, қайнар көз туралы сияқты. Иә. Бұна қарасаң, Бақыттың любой сөзіне бір сөзге уже екі есе жауап порсыз дайын тұрады. Ол уже Бақыттың аузы шығып жатқан уже оқып тұрады ғой деп. Олай, иә. Дайындалып отырады. Бірақ жарасады екеуінің айтыс отырған. Сөйтіп домбыра беріп айтырса жақсы болады. екеуі. Ал енді мынау. Әрине, әр нәрсеге құрмет қой, сөйлеу деген. Өздеріңе мынау, бұндай ата-бабаларымыздың тастап кеткен жерге деген құрмет қой, бар нәрсе бәріне. Алланың жаратқан нәрсесі. Мынау құрмет етпесе, қолланы тауына апарып, ерте күттіңдер, мынау қоңырау үйде күтіп жатсыңдар. Мына бір сөзде бір керемет табиғаттың жері екен. Елікті ғана көре алмай қалдық енді. Ол зуыде түсіп, бірақ кетеді. Бақытжан айтып кетті, бүйтіп күтіп отыру керек демес. Қашан келесің? Қардашқа жүріп. Ай келді ғой Бақыт әпке, кеттім дегенде секіріп. Әлде Бақытжан кетіп қалды. Ниеттеріңе өте ризамыз енді. Сондай керемет күтіп жатсыздар. Ішпесек те, жемесек те, бірақ жеп жатырмыз, әйтеуір қаяққа келіп жатыр, қымызды ішіп әшейінде. Иә, таудың несі ғой. Көңілден. Қышқылда ол да кетіп жатыр бәрі. Сондай бар нәрсе көңіл ғой. Көңіл болғаннан кейін жаңағы әзіл, көңіл болған тамақта сіңеді. Көңілде көтеріңкі болады. Сондықтан бәрі ниеттеріңізге рахмет. Көкемірайымнан жолдасыңызбен келіп, үнемі күтіп алдыңыз бізді. Баяғыда 24 волганы бірінші қатшылар өлшеді, сол сияқты шайқалтып алып келдіңіз. Одан ең бір поезда келеді. Райкомда жүрген деп отырмын, рай деген сөзді алам. Жұмақ ад деген сөзді алам, өсі администрация тозақ деп. Сол сияқты бір кездегі жаңағы Совет өкіметінің басшылары жүрген мәселе ғой. Әзірше өзінше месінбейміз, оған кім көрінген қол жеткізуші еді ғой. Сондықтан ниетіңе өзің сондай бір керемет алып келдіңіз. Бүгін ақ келіншегіңізге келіп күтіп алсыздар табиғаттың жақсы бір жерінде. Сондықтан рахмет бәріне. Жаңа мені Орсықта келіп жатсыз енді онда. Бәрі нәрсе ол ниетке байланысты дүние ғой. Сондықтан бала шағаңыз аман болсын, деніңіз сау болсын. Бала шағаңыздан өсіп, солардың немере, шөбере көріңіз, қызығын көріп, ағайының арасында сіз біздесіп сыйласуға нәсіп етсін. Алла жаққа барып қалсаңыз әрқашанда біздің есік Бағатын боласыңдар. Әмин. Ишаның жолдастары, ағайын туысқандар бізге де ағайын туысқан болып келеді. Өйткені біз енді жаңа айтып жатыр ғой, 46 жыл болды деп бір бөлмеде жаңадан келіп
содан бері жаңа мектепті бітіркеп бір-бірімізбен танысып, содан бері мынау жұбымыз айырылмай, жазылмай, араласып, құраласып жүрміз. Сондықтан Алла ұзағынан қылғай, көзден, тілден Алла сақтасын. Әмин. Қазақтың жері әрқашанда елдің, қазақ айтып ішін даудан, елдің ішін даудан, сыртын жаудан сақтасын, даудан сақтасын. Ынтымақ ауызбіршілік болсын, балаларымыз жүрген азаматтан болсын енді. Рахмет мына ниетке. Әмин. Әмин. Айтқан жұп қылып сөйлей берейік, қайып бажамызға құрыстасына мәкен, қайеке. Әмин. Періште әмин десін, е. Мейіржаннан Қарлығаш келген мына төкең сонау Семейден барып түсіп алды. Рахмет сіздердің пейілдеріңізге. Қандай тамаша жер. Алла разы болсын. Табиғаттарыңыз қандай тамаша. Жаңа мектепке барып айтып жатыр ғой, неше бір бүкіл қазақ танитын, бүкіл ел танитын, бүкіл қаз дүние жүзі танитын, мысалы үшін Абайды, Шәкәрімді. Сондай елге келіп тұрмыз мына. Сондай ұрпақ әкеле беріңіздер сіздер. Алла разы болсын. Өсіріп отқан ұл қыздарыңыз, немерелеріңіз, шөберелеріңіздің арасынан бүкіл дүние жүзі танитын сондай азаматтар шыға берсін. Рахмет міне пейілдеріңіз. Келгелі бері міне 2-3 күннен бері ұйқымды іздемейтін болды. Иә, айтпаңыз. Сіздер де шаршамай жүрсіздер міне. Мейіржан өзі кішкене аяғы жүрмегенменен өзі осындай әшкесімен жеткізбейді. Иә, Алла разы болсын. Денсау аманшылықта, жақсылықта кездесейік. Рақым баламыз қанша жүгіргілеп жүр, сонау Қарағандыдан келіп, балалардан келіп, бізге қызмет істеп, жүгіргілеп жүр, жаққа барыңыздар деп. Рахмет. Алла разы болсын. Аман болайық. Енді Мейіржан бізге барып тұрады, өзі негізі. Мейіржан, Қарлығаш, құталары бар, сонда біздер бар. Енді не қылса, сіздер де барыңыздар. Шақырамыз деп қой. Шақырып жатырмыз. Құда қалса. Сіздің бәрі өкөн болса? Енді жасыңыз осы жасқа келгенде көру керек қой, жүру керек. Дұрыс. Уақыт бөлу керек. Мына өкеңменен Раушанға рахмет. Осы жаққа бара жатырмыз, барайық деп қанша тіршілігі бар енді бұл кісілердің. Бәрімізде де бар. Сол тастап қасымызда еріп жүр. Рахмет бұл кісілерге. Алла разы болсын. Өз негізі мына октябрь Раушан бір неде болса қамайды мероприятие. Біреу болмаса біреу келеді. Адам солай болу керек қой. Өкеңді сондай барлығын қалдырмай жүрген сізге рахмет. Соған жағдай жасап, иә. Жолдас кездесіп тұрмыз. Алматыда, не басқа жақта. Сонда келіп, отырыстың ортасында жүреді. Рахмет. Сіздерге рахмет. Табиғаттарыңыз қандай тамаша. Керемет. Бұндай жерде табиғатта өскен адам жаңағы әнші болды. Қарлығаш сөйтіп әнді жақсы айтады екен. Бақтен Алматыға ертерек кетіп қалғандағын онша айтпайды, бірақ Бақшанекеу айтысады. Ол да дұрыс. Бұл ақын ғой. Бақшамен айтысатын ақын бұл. Айтыскен ақын екеуі де. Бақшанекеу жаттамаған өлеңдерін айтады, өзі шығарып салмай емес ол кісі. Ойы бұзылған. Кешкенлігі камалды айтады. Сол өзі кейін кезде бірдеңе алып жүреді. Жоқ, осы жерге келгеннен кейін қымыз бен су әсер етіп жатыр, о жақта әдемі ол. Қош, ағасына отырыстың күні негізі ол кісі. Иә. Аман болайық, енді сау Әмин, әмин. Айтқаныңыз келсін. Екеуің, кемпіріңіз екеуіңіз, Қарлығашпен балыңыз екеуіңіз жүзге жетіңіздер. Жүз жасаңыздар. Сау аман болыңыздар, барлықтар. Ой, бәрекелді. Алла разы болсын. Бәрекелді. Ал, ішіп жегендеріңіз ас болсын. далада тамақ Жүзіп отыра беріңіз. Қолмен істеген сабақ. Иә, Бір тоқтата алсақ қазір. Қанша ұрыссам да видео ғой? жаныма шетеге.
өзі тура емес та. Межен ешкім тойынан қалған жоқ қарлығаш ше. Біздің тойға да барды, Бақытжанның тойына да барып жатыр, Өкеңе де барып жатыр. Енді жер шалбай ғой, былай қарасаң. Шамасы келгенше аралас құрылас ортада жүр ғой. Қарлығаш та барды, менің аяғым сынып жатқанда да Қарлығаш барды. Кеше Сырымның тойына да барып жатыр ғой. Айдалада қалған жоқ, просто өзінің несімен жүрді. Енді ана группаға қосыла алмай жатқан соң Алматыға барғанда группаның ішінде жүреді. Менің жаңағы жездем болады ғой, апам болғаннан кейін. Сендерге қайнаға, еш жерден қалған емес, былай түсініп ойланып қарасаңдар ше, бәрі тойда жүрді. 2005 жылы біздің тойға барды. Онан кейін барып Өкемнің тойында болдық я Мержан, білесің ғой я. Онан кейін барып кешегде Сырымның тойына барды, бәрі жерде жүрді Мержан. Соны барған адамның барған жаңағы айта білу керек та. Ортамызда жүріп жатыр. Сен ендіге менің сөзімді қастырған. Енді сен қастырған емес, сен тура келмегенде мен туралы ол мәселе тойда емес, шалғайда болды. Күнде көріп жүрмін, сен құсап, мен құсап. Күнде көріп жүр ма? Енді соны айтып жатырмыз да. Bir күнде тойға барғанда мысалға осылай шешіліп әңгіме айта алмаймыз. Bir өзі қалып келіп, бір өзі. Тойға барғанда бір күн болады да ертең кетіп қалады. Ал енді біз құсап болып жүрген жоқ қой. Сондықтан да оны жаңағы шетте бізден бөлініп қалып кетті ғой деп сол әңгіме. Әйтпесе Мержан бір өзі ана жерде анандай ешкімі жоқ, бір өзі қалып кетті деген әңгіме емес ол. Бағанасын түсініп алды, содан кейін айтса, айнам жәнім шығармайды. Жұмыс қызбен даму керек. Amin dedi, Өзіңіз болып қашып кетіп қалып жүрген. amin dedi. Oldu. Şeş bulma var. Allah tamam bereket olsun buraya. Allah şükürler olsun Allah. Aman olsun buraya. Tatile tildi. Oyuncu bıraktıydı o. Bakcan til oyup baradır kıyım. Tuzdan çalar bilirsiniz. Til güzel oyulmayı konuşacak dedi. Evet. O til oyunu bizge de dersi besin dedi. Al endi mına ket baratkan saparlarga satты жолда ак болсун да мен бир кабарлашып турам эгерде не ушул жагдай болсо сиздермен бирге чыгып кетем жакшы күнүңүз көп болсун энди алхамдулилlah шүкүр мына сендерди бир четтен кубантып келген конок кут дейди го келгесе onun рызык несибесин алып бирөө жүк тогуз тастап кетет дейт ошондой рызык несибелерин көп болсун энди амин деним сопас аман ел аман жұрт тыныш болсын жақсы күніңіз көп болсын алла тағала осы бірге жүруді алла нәсіп етсін алла бар бойымызда күш қуат бар кезде сіз біздесіміз сыйласымыз кетпесін алла айтқаныңыз келсін